Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, нөмірі 3 Краснояр көп салалы орта мектеп гимназиясының 10-шы Б сынып оқушысы Нұржайна Бауыржанқызы. Абай Құнанбайұлы, өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тыйып, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көп анадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуел аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбары мен он Алласы. Мешітте құтпа оқыған ғұламасы, мүнәжат өлилердің зарын аласы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстарар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалда байтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көк жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыралып топтасарнап, мақта өлең айтыпты әркім арнап. Әр елде өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап.